Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтан арнасы. Біз бүгін Досымжан мен Али Кезетті салыстыратын боламыз. Достар, ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кет. Және Али Кезетті ұнатсаң комментария қалдыр, немесе Досымжанды қолдасаң комментария жаз. Барлығы 6 бөлім болады. Әр бөлімі тек 1 ұпай беріледі. Сонда кім көп ұпай жинаса, сол жеңімпаз. Достар, егер сізге Али Кезет Досымжан ұнаса, арнаға жазылыңыз. Ең басты көрсеткіш жазылушылар саны ғой. Қараңыздар, Али Кезет арнасында қазір 3 миллион жазылушы бар. Ал Досымжанда 417 мың, және екінші каналында миллионнан астам. Екеуі де үлкен көрсеткіш, бірақ айырмашылық айқын. Али Кезет ютубта көптен келе жатқан тәжірибелі блогер. Көп адам оны бала кезден көреді. Сондықтан бұл ұпайды сөзсіз Али Кезет алады. Ютубта белсенді болу өте маңызды. Кім жиі видео салса, сол тез өседі. Али Кезет арнасында 1400-ден астам видео бар. Ол әрқашан жаңа видео шығарып отырады. Ал Досымжан арасында 105 видео бар. Аздау, бірақ ол әр видеосын сапалы етіп түсіреді. Дегенмен белсенділік жағынан ұпайды тағы да Али Кезет иеленеді. Али Кезетті 2 ұпай. Контент және көңіл күй. Али Кезет ойнап, көңілді атмосфера жасайтын блогер. Оның видеолары әрқашан позитивке толы. Көріп отырсаң, көңілің көтеріледі кетеді. Ал Досымжан болса, реакция челлендж және түрлі қызықты видео жасайды. Ол шетелдік видеоларға қазақша реакция жасап, біздің елде жаңа формат алып келді. Екеуі де ерекше, бірақ жаңалық пен идея жағынан бұл ұпайды Досымжан алады. Досымжанға 1 ұпай. Монтаж және сапа. Али Кезет монтажын шебері. Видео сапалы, эффект пен дыбыс тамаша. Видеоның ұзақтығы 40 минут болса да, көрермен зерікпей көреді. Досымжанда жақсы монтаж жасайды, бірақ ол әлі тәжірибе жинап жүрген жас контент мейкер. Монтаж жағынан бұл ұпай тағы да Али Кезетке беріледі. Али Кезет 3 ұпай, Досымжанда 1 ұпай. Танымалдық және әсер. Али Кезет Қазақстанда ғана емес, Орта Азиядағы ең танымал ойын арналардың бірі. Оның фанаттары көп. Тіпті кішкентай балалар оның стилін қайталап ойнайды. Досымжан болса, кейінгі жылдар тез көтерілді. Ол қазақ ютубының жаңа буыны, көрермендерді белсенді, комменттері өте жылы. Бірақ әсер мен танымалдық тұрғысынан ұпай тағы да Али Кезетке барады. Идея мен креатив. Ютубта ерекше бол өте маңызды. Али Кезет ойын арқылы күлкі сыйлайды, бірақ оның форматы тұрақты, көп өзгермейді. Досымжан болса, әр видеода жаңа ой салады. Мысалы, Мистер Бестке реакция, қызық тәжірибелер, ойын мен комедияны араластырып көрсетеді. Ол ізденеді, жаңа бақыттар іздейді. Сондықтан бұл ұпайды Досымжан иеленеді. Али Кезетте 4 ұпай, Досымжанда 2 ұпай. Сонымен жеңімпаз Али Кезет. Ол ең белсенді, ең танымал және ең көп жазылушы жинаған қазақ ютуберлерінің бірі. Бірақ Досымжанда мықты. Ол креативті жаңа идея келіп, ютубта өз жолын салып келе жатыр. Болашақта ол да миллион жазылушыға жетеді деп сенеміз. Енді сенен сұрақ досым, сен кімнің фанатысың? Али Кезеттің бе, әлде Досымжанның ба? Комментке жазып кет. Видеоны лайк бас, арнаға жазыл. Біз шығарылма тағы да ютуб жарыс болады. Тағы кімді жарыстырайық? Көріскенше достар. Красавчик!